Бәріңе сәлем, сендермен бірге Ару Тока. Бүгін мен өзімнің собственный үйіме обзор жасайтын боламын. Міне осы қыз үйіңе обзор жасашы деп сұрапты. Ал ендеше обзорымызды бастайық. Мен бұл үйді арнайы жасыл түсті қылып жасадым. Бұл менің бөлмем. Мына жерде мен ұйықтаймын. Төсектің артында менің сейфім бар. Ол жерде менің ақшаларым тұрады. Бұл үй жасыл түстес болғандықтан мына жерге жасыл өсімдік қойып қойдым. Ал мына жерде мен TikTok түсіремін. Ал мына жерде отырып демалуға болады. Және үйді хош иістендіру үшін түрлі гүлдер бар. Енді келесі бөлмеге көшейік. Бұл да менің бөлмем. Бұл жерде мен сабақ оқимын. Мына жерде менің сабаққа керек заттарым бар. Ал мына заттар украшениялар. Мына менің шкафым, бұл жерде киімдер, заттарым тұрады. Мысалы, мынау чемодан, басқа қалаға қыдырғанда немесе ауылға барғанда. Ну вот, алдында почтадан алған заттарым да осының ішінде тұр. Енді келесі бөлме зал мен кухня. Бұл жерде мен отырып телевизор көремін. Мына жерде түрлі дискалар бар. Ал мына автоматта мен қалаған тамағымды алып жей аламын. Ал мынау менің будущий питомецімнің диваны. Ал бұл жерде мен тамақ дайындаймын. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай пеш, ыдыс жуатын және холодильник. Ал сыртта мен тамақ ішемін. Бұл жерде менің үстелім бар. Мынау менің будущий питомецімнің тамағы мен суы. Ал мына жерде бассейн. Мына жерде отырып коктейль немесе мороженое жеуге болады. Және су атысатын пистолет бар. Түрлі баллондар және доптар. Бассейнге арналған украшениялар десе де болады. Осымен обзор аяқталды. Ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Дауысым үшін ренжімеңіздер. Сау болыңыздар.